Массаж ағзаны сауықтыратын ежелгі тәжірибелердің бірі. Проблемалық жерге массаж арқылы әсер ету бұлшық еттердің ауырғанын кетіріп қана қоймайды. Сондай-ақ басқа да мәселелерді шешуге көмектеседі. Дұрыс массаждың әсерлері әртүрлі. Сондықтан қалаған нәтижеге жету үшін дұрыс маман таңдау маңызды. Орынкүл Балтабайқызы, саламатсыз? Саламатсыз. Қаламызда массаж жасау сіздің техникаңыз енді танымал. Өзіңізді және де өзіңіздің қызметін жайлы айтып кетсеңіз. Менің қызметіме келсек, мен өзім сынық саламын. Одан бұлшық еттерге массаж жасаймын. Кез келген ауру, сколиоз болсын, остеохондроз, точечный массаж, сондай нелерді емдеймін. Сынық келген адамдардың сіңірлерін жібітіп, сарысуларын алып сөйтемін. Қарсы болмасаңыз, сіздің жұмыс орныңызды көрсек. Жақсы, көрейік. Бұл кісі маған сүйек қабырғалары майысқан, омыртқалары, орысша айтқанда горб дейді ғой. Вот сондай жағдаймен келіп тұр. Бұны үстіп массажбен уқалап қыздыртып, сосын қатты шамалы қысым жасап, шамалы нету керек, түзеу керек. Бұл кісіге әлі жаттығу жасатқызамыз, чтоб омыртқалар жібу үшін. Сосы қабырғалары бәрі грудной остеохондроз болып тұр бұл кісіде. Осы кісіні емдеп, Алла қаласа шығарамыз. Сізге осы массаж орталығын ашуға не себеп? Не себеп болғанда осы почти 10 жылдай болып қалады. Інімнің аяғы шығып кетіп, үйге қонақ келіп жатқан кезде содан сынықшыларға барып, ешқандай сынықшыны таппай келді. Таба алмай келгеннен кейін кәнімен өзім күрештеп, аяғын қарап, содан аяғын салып бердім. Сол күннен бастап сынықшылық қасиетім ашылды. Өйткені менің әжем сынықшы болған екен. Содан өзімнің туғандарымнан, туысқандарымнан бірдеме құлақ баса, қыстан етіп келсе, маған жетіп келіп, мен салып отырдым. Содан уже адамдар бір-бірлерінен естіп, үйге келе бастады. Содан адам уже көбейе бастағаннан кейін салон ашуға тырыстымшы, уже адам қаптап кетті, еще карантин басталып кетті. Алматыға оқып келдім, анам жаңа инстаграмнан енді сынықшылықтардың несі жоқ қой, мындай сертификаты. Сол сертификаты бар ма деп жұрттар, сосын сертификат керек болсын Алматыға барып оқып келдім, барып Казмед клиника Абай Әлкеновичтен барып. Енді қазір ағырай уже осы 10 жылдай болып қалады жұмыс істеп келе жатқаныма. Осы 10 жылдың ішінде сіздің жұмыс барысыңызда қандай қиындықтар болды? Қиындықтар, видео қабылдадым. 5 кішкентай балам бар. Сол адам келгенде ыңғайсыз, балалар жылап, нетіп, сосын адамдар көбейіп кеткеннен кейін осындай салондар іздеп шықтым. Салондар жақын жерден табылмады, өйткені бала кішкентай болғаннан кейін мен жүгіріп барып емізуім керек болды. Записпен ғой. Сонда енді қиындықтар болды. Біздің қаламыздан ондай жақсы табылады, қымбат болады, енді өзінің несіне қарай. Содан неден таптым, наурыз 52-де болдым бір жылдай. Одан кейін жаңағы Наумат магазинде, солай әр жерде нетіп жүрдім. Арендовать етіп, сондай қиыншылықтар болды. Енді қазір Амир Канатовичпен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Қандай массаждың түрлері бар? Массаждың түрлері бізде нүктелі массаждар бар, сосын лимфодренажный деген массаж бар, сосын антицеллюлитный, детский массаж жасаймыз, лечебный массаж. Сондай түрлі массаждың түрлерімен бар. Бізде 12-13 түрлі массаж бар. Әркімнің өзінің несімен, келгенімен емдеп жібереміз. Сіздің қызметіңізді пайдалану үшін адам көп келе ме? Күніне неше адам қабылдайсыз және де үйге шақыртулар аласыз? Адам көп келеді. Особенно қыс кезінде көп келеді. Сынған шыққан кісілер
сондай кісілер көп келеді массажға. Сосын үйге ДЦП, инсульт кісілерге үйге барамын өзім шақырумен. Қалған уақытта осы жақта жұмыс істейміз. Адам жақсы келеді. Болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Болашақта үлкен бір клиника ашсам, осындай кең қылып, жақсы қасыма мамандар алып, бірге жұмыс істесек, сондай арманым бар. Үлкен помещение алып, осындай адамдарды емдесек деймін. ДЦП, инсульт кісілер көп қой қазір ауыратын. Сондай кісілерді емдесек деп ойлаймын. Сұлулықты сақтап қалу үшін бетімізге күнделікті өмірде массаж жасау ол өте әсер береді. Бізге массаж жасаудың бір-екі техникасын көрсетесіз? Көрсетейін. Күнделікті бүйтіп мұрнынан жағынан бүйтіп өзіңіздің бетіңізді тартып отырып келіп, одан мына жерде екі мұрын екі точкасы бар, сол жерде бүйтіп уқалап отырып, бүйтіп үстіне қарай жүріп, екі мына жерде нүктені бүйтіп басып отырсаңыз, мынау беттегі күллік қан тамырлардың бәрі жұмыс істей бастайды. Екі бетіңіз бәрі қызарып, басыңыздың ауырғаны, талғаны, шаршағаны басылады. Маңдайыңызды жоғары қарай тартып, осылай тартып отырсаңыз күнделікті, бетіңіз қыртыстары жазылып, өрімтіп, төмен қарай, мойынды әлбетте артқа қарай тартып отырасыз. Сол кезде бетіңіз әжім түспей, жақсы көңіл күйде жүресіз. Массаж алдын алу шаралардың кешенді түрі. Оны медицинада, косметологияда, спортта және де басқа салаларда пайдаланады. Бүгін біз көптеген сапалы массаждың түрін көрдік. Дұрыс массажды таңдау өз қолдарыңызда. Ердена 149 мекен жайында орналасқан массаж кабинеті сіздер үшін таптырмас мүмкіндік.